Тайынша аудандағы Ильичевка астық жауапкершілігі шектеулі серіктестігі майлы, дәнді және бұршақ тектес дақылдарды қабылдап, оны өңдеп қайта жөнелтумен айналысады. Серіктестік былтыр дәнді дақылдардың 72 тоннасын экспорттаса, биыл бұл көрсеткішті арттыруды көздеп отыр. Толығырақ келесі сюжетте. Ильичевка астық жауапкершілігі шектеулі серіктестігі өз жұмысын 2012 жылдың желтоқсанынан бастап дәнді, майлы және де дәнді бұршақты дақылдар қабылдаумен және оны экспорттаумен шұғылданады. Мұнда бәрі де автоматтандырылған және кәсіпорынның ең басты нысаны болып табылады. Эдуард Цилке кептіру шебері, ол элеваторды 126 басқыш арқылы басқарып отырады. Оның бәріне үйреніп кету үшін оған небәрі 1,5 сағат қана қажет болыпты. Бұл қызметтің жауапкершілігі мол болғанымен аса қиын емес дейді. Здесь у нас же автоматизировано. Мұнда бәр автоматтандырылған. Мәселе міне көріп тұрғандарыңыздай бидайды техникаға құюдамыз. Ол толған кезде мына жасыл түсті басқыштың орнына қызыл түс жанады. Менің жұмыс уақытым жай күндері 8 сағаттан, ал орақ науқанда 11 сағаттан 2 ауысым бойынша жұмыс істейміз. Айлығымыз 100 000 теңге. Зертхана, бидай кептіру орны, ыдыс қап цехы, дәнді дақылды теу және тағы да басқа нысандар 5 гектар жерді алып жатыр. Жұмысшылар саны 4-еу, ал қойма сыйымдылығы 43 000 тонна. Қазагрофинанс акционерлік қоғамының лизингі арқылы 512 миллион теңгеге құрылғылар мен техникалар сатып алынып, енді алдағы уақытта жұмыс қарқынын күшейтпекші. Расширяться мы хотим. Тағыда егіндік жерлер алмақшымыз. Одан кейін элеваторды кеңейтеміз. Алғашында 2012 жылы әкімдік бізге 5 гектар жер беріп еді. Міне осы 5 гектарға элеваторымызды орналастырдық. Серіктестік бидайды Польша, Иран, Өзбекстан, Тәжікстан және Әзірбайжан мемлекеттеріне экспорттайды. Былтыр аталған елдерге 72 000 тонна дәнді дақылдар жіберсе, оның 40 000-ы майлы дақылдар. Биыл Ильичевка астық жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 1800 гектар алқапқа бидай ексе, астық шығымдылығы гектарына 24 центнерден, майлы дақыл 25, арпа өнімділігі гектарына 23 центнерді құраған. Самат Сапаралы, Дарья Дмитренко, Дулат Мусафиров, ақпарат.